Біздің планетамызда неше түрлі қауіпті әрі құпияға толы жерлер өте көп. Соның ішіндегі ең танымалысы ол Бермуд үшбұрышы. Бермуд үшбұрышы миллиондаған адамдарға қорқыныш пен үрей туғызады. Себебі онда ұшақ, кемелер, адамдар барлығы із-түзсіз жоғалып кетеді. Жоғалған кемелер мен ұшақтарды іздеу барысында олардың сынған бөлшектері, олардың қалдықтары мүлде табылмайды. Тіпті апатқа ұшырау барысында жіберілетін SOS сигналы да тіркелмеген, яғни адамдар аяқ астынан жоқ болып кетеді. Осындай жоғалулардың ішіндегі ең атышулысы ол американдық әскери ұшақтарының жоғалуы. 1945 жылы Флорида әскери базасынан шыққан 5 Avenger атты ұшақтары кенеттен радардан жоқ болып кетіп, байланыс үзіледі. Оларды іздеуге шыққан құтқарушыларды із-түзсіз жоғалып кеткен, және осы жағдайдан кейін Бермуд үшбұрышы әлемге әйгілі болады. Газет-журналдардың басты бетіне шығып, олар жайлы кітап жазып тастаған. Осы жағдайдан кейін ел арасында Бермуд үшбұрышы жайлы неше түрлі аңыз гипотезалар пайда бола бастады. Солардың біреуіне сенсек, Бермуд үшбұрышында басқа әлемге өтетін портал бар, ал сол жоғалып кеткен ұшақтар мен кемелер басқа әлемге өтіп кеткен. Ал уфологтардың теориясына қарасақ, барлық жоғалулардың себепшісі ол өзге ғаламшарлықтар. Олар адамдарды эксперимент жасау үшін ұрлап әкеткен. Ал кейбір ғалымдар барлығының кінәлі ежелгі аңыздағы Атлантида қаласы деп отыр. Аңыз бойынша Атлантида тұрағында атланттарда өте қуатты кристалдар бар. Сол кристалдар мұхит түбінде жатып, оның үстіне өткен кемелер мен ұшақтарды істен шығарып отырған. Бірақ бұның бәрі аңыз бен теориялар. Ал енді шындық. Алдымен Бермуд үшбұрышының географиялық орналасуына назар аударайық. Үшбұрыш Флорида жағалауы, Пуэрто-Рико және Бермуд аралдарының арасында орналасқан. Бұл аймақта Гольфстрим сияқты көптеген су ағыстары бар. Сол ағыстардың әсерінен бұл жерде көптеген циклондар, дауылдар жиі болады. Сол дауыл циклондардың кезінде өте үлкен 30 метрге дейін баратын толқындар жиі кездеседі. Ауа райы да күрт өзгеріп отырады. Бірақ статистикаға қарасақ, кемелер жер шарының басқа шеттерінде де көп жоғалады. Яғни Бермуд үшбұрышынан қарағанда аз емес. Кемелердің аяқ астынан жоқ болып кетуін ғылыми тұрғыда түсіндіруге болады. Австралиялық ғалым Джозеф Монаган апаттардың себебін метан газ деп түсіндіреді. Мұхиттардың түбінде метан газының көп мөлшерде бөлінуі өте қауіпті аймақ болып саналады. Метан газы мұхиттың түбінен жоғары қарай көтерілген кезде ол судың тығыздығын күрт төмендетіп жібереді. Ал кемелер судың бетінде ғана жүзе алатын болғандықтан, олар мұхиттың түбінен келе жатқан алып метан газының көпіршігіне тап болып, гравитацияның күшімен төмен қарай лезде батып кетеді. Яғни олар SOS сигналын жіберіп үлгермей қалады. Тіпті не болғанда түсініп үлгермейді. Бермуд үшбұрышында ешқандай ғажайып пен тылсым күш жоқ. Бұл жай ғана тек газет-журнал, теледидардың қолдан жасаған жалған аңызы. 1974 жылы Чарльз Берлиц өзінің Бермуд үшбұрышы атты аңыз әңгімелер жинағын жазып шығарады. Сол жылы оның кітабы тез таралып бестселлерге айналады. Сол кезде адамдар сол аңызға сене бастаған. Бермуд үшбұрышында болатын апаттар, жағдайлар барлығы табиғи құбылыстарға тәуелді. Сондықтан теледидардан немесе ғаламтордан оқыған көрген аңыз ақпараттарға сене бермеңіздер. Бірақ неге Флоридаға немесе Америкаға барып өз көзіңізбен тексеріп қайтпасқа? Онда каналға тіркеліңіздер. Сіздің дамыт сау болыңыздар.